Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін математикадан өрнектердегі амалдардың орындалу тәртібі бірінші сабақты қалай 100% орындаймыз соны көрсетейін. Өту. Алға. Өрнектерден бірінші сабақ деп түсінді. Видео түсірілімдермені көріп алсаңыздар болады. Біз бірден тапсырмадан бастаймыз. Амалдардың орындалу ретін анықтап, өрнектің мәнін тап дейді. 45 бөлу 21 азайту 16, қосу 39. Бұл жерде бірінші жақшаның ішін орындаймыз, азайту. Екінші жақшадан шыққанды бөлеміз. Үшінші 39-ға қосамыз. Енді мына жерді орындағанда 5-ті 45-ке бөлсек 9. 39-ға қоссақ 48. Жазамыз 48 деп тексеруді басамыз. Әрекетіміз дұрыс. Алға қарай жылжимыз. Мені жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп кетіңіз. Есепті шешудің дұрыс тәсілін таңда. Көбейту, қосу, азайту дейді. Қосу, көбейту, азайту. Азайту, қосу, көбейту. Азайту, көбейту, қосу деген амал таңдаймыз. Азайтып аламыз бірінші. Д-дан А-ны, С-ға Б-ны көбейтіп аламыз. Шыққан мәндерін бір-біріне қосамыз. Әрекетіміз дұрыс екен. Алға. Дұрыс жауабымен сәйкестендіруіміз керек. Ол үшін біз есепті шығарып аламыз. 5 жердегі 4-ім 20. 19-ға 3-ті қоссақ 22. 20-ға 22-ні қоссақ 42 шығады. Мұнда 36-ны 4-ке бөліп аламыз екіншісінде. 9, оны 18-ге қоссақ 27. 27-ге 6-ны қоссақ 33 шығады. 18-ді 3-ке бөлеміз. 6. 20-ны қоссақ 26. Оған 5-ті қоссақ 31. Тексеруді басамыз. Дұрыс екен. Алға жылжимыз. Жазылмаған амал белгілерін таңда дейді. Қайтсек теңдік дұрыс шығады деп тұр ғой. 27-ні 3-ке бөлсек 9, 9-ты 4-ке көбейтсек 36 шығады, я? Мұнда екеуіне де көбейту қояды екенбіз. 8, 8, 5, 40. Дұрыс. Өрнектердегі амалдардың орындалу тәртібі тура теңдік алатындай етіп, сандар арасындағы амал белгілерін қой дейді. 8. Үш жердегі 9-ым 27. Мына жақтан да 27 шығу үшін бірінші жақшаның ішіне азайту қойдым. Оннан 7-ні алғанда 3. 8-ге көбейтсек 24. Оған 3-ті қоссақ 27. Дұрыс екен әрекетіміз. Біз міне осылай 100% орындаймыз. Каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер.